Саламатсыздар ма? Қазіргі асқа балықты духовкаға пісіреміз. Бізге керегі апельсин, лимон, орегано, балыққа арналған дәмдеуіш, қара бұрыш, розмарин, сосын ұнталған чеснок, сосын кинза, паприка, үлкен қасықпен 2 қасық, тұз, шай қасықпен 1,5 қасық, сосын жуа 200 грамдай, сосын май. Мына майды қазір ертеміз. Балық. Бұл балықтың бәрін ашылған, қауыршаны ашып тазалап, өйстіп жуып аламыз. Балық тұздалмаған свежий болу керек. Осының бәрін қазір біз бұны бұқтырып, мариновать етіп қоямыз. Балыққа арналған дәмдеуіш. Одан 1 қасық, сосын тағы жарты қасық саламыз. Бұған жарты қасық болады. Бір шымшым саламыз. Бұдан жарты қасық саламыз. Бұдан жарты қасық қана саламыз. Бұдан толтырып 1,5 қасықтай саламыз. Біреу, 2 болды. Паприка. Бұдан үлкен қасықпен 2 қасық. Бұның бәрін қосып араластырамыз. Мынау біздің 200 грамм жуамыз. Блендерге салып, оны майдалап аламыз. Ыдысқа саламыз өйтіп. Біздің 200 грамм жаңағы майымыз, сары майымыз. Оны бүйтіп құямыз. Жуамыз 200 грамм, оның осының жартысын қосамыз. Бұл кішкентай ғана майда көп қоспаймыз. Бұл апельсин. Онда да көп қоспаймыз, аздап қана қосамыз. Болды. Бұның бәрін біз жақсылаттырып араластырамыз бүйтіп. Біз балықтың бәрін қосамыз. Бұл балық 1 келі балық. Бәрін жақсылап араластырып қойып, сосын жауып қоямыз бұны 1-2 сағатқа. Енді келесіге гарнирді дайындай береміз. Осы әдемі болады. Ойбай шіркін, иісі қандай керемет. Өстіп бетін жауып, бұны енді 2 сағатқа қойып қоямыз. Мынандай қылып салон қылып турап аламыз. 1,5 келдей картопты. Сосын жаңа 2 қасық тұзымыз саламыз. Сосын 1 литрдай су. Толық картоп толық қатып тұру керек. Бұны өстіп 2 сағатқа қойып қоямыз. Сосын кейін алып кептіріп аламыз. Мына жаңа 1,5 келі картоп. Енді осыған дайындайтын гарниріміз. Осыған араластыратын гарнирге қосатынымыз тұз 1 қасық, кинза, чеснок, қара бұрыш, 100 грамм сары май, 100 грамм сүт. Мынау кітте қасықпен 1 қасық тұзға жарты қасық кинза қосамыз. Чеснок, жарты қасық қара бұрыш, кішкентай ғана саламыз. Паприка толтырып 1 қасық қосамыз. Мынау жаңағы сүт пен сары май екеуін араластырып алдық. Ертіп осып, енді бұған жұмыртқа қосамыз. Бұған жаңағы бәрін паприка арасын қосамыз өсіп. Сосын жуаны қосамыз. Бәрін біліп араластырып аламыз. Бұл енді картопқа қосатын гарниріміз араластыруға. Осылай араластырып қоямыз бұны дайындап. 2 сағатта тұрған картошкамыз. Суын сарқып үйде ойсып суын сарқып аламыз. Соңға кептіріп. Енді бағанағы дайындаған соусымызды құямыз осыған. Табаға картошканы саламыз. Бүйтіп әдемі жайып. Баға 2 сағат тұрған балық. Енді өйстіп мына бетінің бәрін қойып шығамыз. Мариновкіленген балықты. Енді духовкаға саламыз осыны. 180 градусқа 45 минутқа. Біздің балығымыз мінекей дайын болды. Өстіп көкөністермен әдемілеп келген қонақтарыңыздың алдына қойып қойсаңыздар болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Әдемі керемет шығады.